Түрлі той жиындар мен басқосулардағы дастарханның көркін келтіретін Кока-Кола сусыны жайлы не білеміз? Кішкентай балалардан бастап, ересек адамдарға дейінгілердің сүйіп ішетін сусынына айналған тәтті сумен дүние жүзінде миллиондаған адам шөлін басады. Ата-аналарымыз Кока-Коланы ішпе деп ұрысқанның өзінде де, бұл түспен асқазанға зиянды сусыннан бас тарта алмаймыз. Сонымен дүние жүзін жаулап алған бұл сусын жайлы білгіңіз келсе, біз айтамыз. Кока-Коланы 1866 жылы доктор фармацевт Джон Пемертон ойлап тапқан болатын. Джон Пемертон дәрілік тұнбаны ойлап таптым деп ойлап, оны асқазан ауруларына қарсы емдік қасиеті бар деген тұжырымды алға тартқан. Бұл тұжырымдамада бір шындыққа ұқсас негіз бар сияқты. Өйткені Кока-Коланың алғашқы ингредиенттерінде кокаин өсімдігінің құрамындағы заттар болды. Қазіргі таңда бұл сусында ондай зат жоқ. 1 литр сусынды жасау үшін 2 литр су қажет. Үндістан еліндегі ауыз су тапшылығы 2004 жылы қалың жұрттың Coca-Cola компаниясына қарсы ереуілге шығуына түрткі болған. Бір қызығы, Coca-Cola компаниясының бұдан бірнеше жыл бұрын жүргізген H2O жоқ деп айт бағдарламасы адамдарды қарапайым судан гөрі Coca-Cola ішуге шақырған. Бұл бағдарламаның негізі бойынша мейрамханаларда ауыз суға тапсырыс берген адамға Coca-Cola сусыны ұсынылатын. Кока-Коланың құрамы қандай? Бөтелкедегі қағазға қарасақ, газдалған су, қант, карамель түсі, кофеин мен дәмдеуіштер. Бірақ сусынның құрамында тағы бір 7X деген құпия ингредиент бар. Бұл заттың мазмұны жазылған ақпарат Джорджия штатына тиісті Атланта қаласының банкінде сақтаулы тұр. Дүние жүзінде осы заттың не екенін білетін адамдардың саны санаулы. Осы орайда біз не ішіп жатырмыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бүгінге бар білетініміз бұл Кока-Коланың қан құрамы өте жоғары ащы сусын болып табылады. Сусындағы фосфор қышқылы жер бетіндегі органикалық заттарды құртатынын білеміз. Кока-Кола ішкен соң ағзада не болады деген сұраққа жауап беріп көрейік. Кока-Кола сусынын шеттен тыс тұтыну біздің денсаулығымызға зияндыға келеді. Себебі оның құрамында кокаин бар. 10 минуттан соң 10 қасық қант ағзаға түседі. Көп көлемде қабылданған қант сіздің жүрегіңізді айнытпайды, себебі фосфор қышқылы оны кері қайтарады. 20 минуттан соң қан құрамында инсулин мөлшері күрт шарықтайды. Бауыр денедегі артық қантты майға айналдырады. 40 минут өткен соң денеге кофеин тарап болады, көз қарашығы үлкейеді, қан қысымы жоғарылайды. Өйткені бауыр қанға үлкен көлемде қант жібереді, ағзадағы рецепторларды тоқтатады. Адам ұйқысырай бастайды. 45 минут өткен соң сіздің денеңіз дофамин гормонын көп өндіре бастайды. Ол мидың жұмысын бәсеңдетеді. Героин де тап осылай жұмыс істейді. Арада 1 сағаттан соң фосфор қышқылы метаболизмді үдете отырып, ішектегі кальцийді, магнийді және цинкті бір-бірімен байланыстырады. Кальций несеп ағар арқылы сыртқа шығып кетеді. 1 сағаттан аса уақыттан соң несеп арқылы сүйектегі кальций, магний, цинк және одан бөлек натрий мен су электролиті ағады.